Ондай адамдарға мынандай бір жақсы бір кеңес айтар едім. Неге адам намаз бастауға қорқады? Өйткені бірден намаз бастап кетуге, бірден бүкілін тастап жіберу деп ол сөйтіп түсінеді. Бірден бүкілін жаттау керек, бірден деген осы нәрседен қорқады да. Өйткені оның өмірінде үлкен бір өзгеріс болайын деп жатыр. Ол адамның намазға деген дұрыс көзқарасы деп білеміз. Әркім орындай беретін құлшылық көріп тұрған жоқ. Сол себепті оны мықты қылып көріп тұрғаннан кейін намазды, оған бір ерекше дайындықты талап етіп отыр. Ол біріншіден. Енді біз айтамыз, намазды бастап кету үшін не істеу керек десе, біз ең бірінші айтамыз. Мен айтам, намаз бастауға қорқатын адамдар үшін бір ақырын кітапты алыңыз. Ішінен сүрелерді жаттап бастаңыз. Тіліңізді сындырыңыз. Араб тіліне машықтанбаған ғойрил мағдуби айн деген әріптерге машықтанбаған тіліңізді сындырыңыз. Оқыңыз. 7-сіне 1-2 рет оқыңыз. 7-сіне 1-2 рет уағыз тыңдап тұрыңыз. 7-сіне 1-2 рет мешітке барыңыз. Обстановканы көріңіз, біліңіз. Кішкене танысыңыз. Сізге бұл әлем қорқынышты, бейжай болып тұр. Арақсыз отырыстар, имани әңгімелер, пайғамбардың хадистері, Құранның аяттары бұрын соңды көп естімегеннен кейін барлығы әлбетте бір қорқынышты болып сезіліп тұрады. Бірақ 7-сіне бір рет Құранды оқып жүрсіз, мағынасын қарап жүрсіз, 2-3 рет уағыз тыңдап қоясыз, 2-3 рет мешітке барып қоясыз. Осылайша обстановкамен танысқаннан кейін бір жеңілдей бастайсыз. Уже үйренесіз. Тіліңіз, санаңыз, жүрегіңіз намазға, дін исламына үйрене бастайды. Солай ашыласыз. Одан кейін соларды жаттап бітіп, осы нәрсені жалғастырып, өзіңіз үшін нақты шешім қабылдаңыз. Мен намаз бастаймын. Мен осыны тастаймын деген, жамандықтарымды тастаймын, намаз бастаймын деген жүректе нақты шешім қабылданса, ешқандай қорқыныштан қорықпаңыз. Оқымай кетсем не болады екен деп. Өйткені сіз үйленетін кезде ажырассам не болады деп ойламайсыз ғой. Сіз үйлену керек екен түсініп отырсыз. Отбасы құру керек екен түсініп отырсыз. Барасыз да үйленесіз. Жұмыс істеу керек екен түсініп отырсыз. Барасыз да жұмысқа барып тұрасыз. Жұмыста ертең мен бірдеңкеге аварияға түсіп қалып, жұмыста бір шипы болып қалады, мен жұмыстан шығарып жібереді деген нәрсені ойламайсыз ғой сіз. Машина сатып алатын кезде ертең аварияға түсіп қалсам қайтеді деп ойламайсыз ғой. Бисмилла деп тәуекел етіп сатып аласыз. Неге намаз оқитын кезде біз тәуекел ете алмаймыз Құдайға? Тәуекел етіңіз. Бисмилла деп Аллаға тәуекел етіңіз да бастаңыз намазды. Намазды бастаңыз. Басында таң намазын оқып көріңіз, құптан намазын оқып көріңіз. Өйстіп айтып отырмын ғой, ақырын пошагово өзіңізді үйретіңіз намазға. Бойыңыз үйренгеннен кейін бастап кетесіз. Енді біреулер бар, ұстаз мен өйтіп жүре алмаймын, маған бірден бастаймын десеңіз, бірден бастаңыз да. Иншалла. Ешқандай ағаттығы жоқ.